Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қазақ тілін жеңіл әрі тиімді тәсілдер арқылы үйренгіңіз келе ме? Ендеше біздің арнамызға қосылыңыздар. Бүгінгі сабақта түстерді қазақша атауды үйренетін боламыз. Ендеше сабағымызды тыңдалым әрекетінен бастаймыз. Бейнероликті мұқият тамашалаңыздар. Сәлем, менің атым Айнұр. Бұл менің сүйікті киімдерім. Мына үстелде көк сөмкем мен орамалдарым жатыр. Ілгіште қызыл күртеше, ақ түсті жейде мен көк көйлек ілулі тұр. Ал мына сары жейде мен ақ көк белдемшелер жазда жиі киетін киімдерім. Киімдерімнің бәрі ыңғайлы және сәнді. Жаңа сөздерді меңгеру үшін мәтінде кездескен сөздерді орыс тіліне аударамыз. Менімен бірге қайталаңыздар. Көйлек, платье, шалбар, брюки, жейде, рубашка, белдемше, юбка, аяқ киім, обувь, сөмке, сумка, ақ, белый, қара, черный, қызыл, красный, көк, синий, жасыл, зеленый, сары, желтый. Олай болса, сөздерді толықтай меңгеру үшін бірінші тапсырманы орындаңыздар. Екінші тапсырмада асты сызылған сөздерді қазақ тіліне аударыңыздар. Соңғы тапсырмада тірек сөздерді пайдаланып сөйлемді толықтырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырыпты тыңдау, оқу, қайталау әрекеттері арқылы меңгере білдіңіздер деп ойлаймын. Тапсырмаларды мұқият орындаңыздар және де бүгінгі сабақта меңгерген сөздерді күнделікті өмірде пайдалануға тырысыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.